10 тәулік ішінде жедел басқару орталығы Түркістан қалалық полиция басқармасымен бірлесе отырып, жол жүру ережелерін бұзған 961 автокөлік анықталып, 148 айыптұраққа жеткізілді. Сонымен қатар, қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасы жүйесі аясында 180 автокөлік анықталып, 109 айыптұраққа жеткізіліп, 71 автокөлік жүргізушілеріне түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар 04.08.2022 жылы Тәукехан Тынышқұлов көшесі қиылысы бойында Toyota автокөлігі жалған мемлекеттік белгіні тағып, 62 әкімшілік құқық бұзушылықты жасап, мемлекеттің тарапына 1.600.000-дан астам айыппұлды төлемей жүргені анықталды. Автокөлік тоқтатылып, айыптұраққа жеткізіліп, оған қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бабы 4 бөліммен хаттама толтырылып, іс құжаттар сотқа жолданды.